Бүгін соңғы қоңырау Алматыдағы Ла-155-6 түзеу мекемесінде де соғылды. Шалыс басып жазасын өтеп жатқан 14 жеткіншек Теміртордың арғы жағындағы мектептерді аяқтады. Ұлан Нарынбек жалғастырады. Бұл балаларда университетке түсіп, студент атанғылар-ақ келеді. Бірақ қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Ла-155-6 түзеу мекемесі еліміздегі жалғыз жеткіншектер колониясы. Қазір мұнда 54 бала жазасын өтеп жүр. Олардың барлығы мектепте оқиды. Бұл жерде мынау жалпы мектептерде қандай сабақтар беріледі, бәрі сондай сабақ беріледі. Бұл жерде сабақтар әскери дайындықпен дене шынықтыру ғана жоқ. Түрмедегі мектеп ұжымы 12 адамнан тұрады. Людмила Аскольд қызы 42 жыл бойы балалар колониясында физикадан сабақ беріп келген. Бүгін ардагер ұстаз Людмила апайды шәкірттері еңбек демалысына шығарып салды. Осы уақыт ішінде 10 мыңнан астам оқушыға сабақ бердім дейді маман. Я прикипела к этим мальчишкам. Мен бұл балаларға қатты бауыр басып кеттім. Жас күнімде басқа мектепке ауысатын мүмкіндіктер болды. Бірақ мен осы мекемедегі мектепті қаладым. Шын пейіліммен осы балаларға көмектескім келді. Еркіндікте кездесіп жатса, алғыстарын жаудырады. Сондайда бір марқайып қалам. Тағдырыма өкінбеймін. Жалпы Ла-155-6 колониясы 110 адамға арналған. Қазір бірақ адам саны анағұрлым аз. Мамандар бұны қылмыстық кодексті ізгілендірумен байланыстырып отыр. Бұл жерге тек ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған жеткіншектер түседі. Енді істеген ісіме өкінемін өзім қатты. Мен алда енді ондай қателіктер жасамаймын деп үміттенемін. Тырысамын жасамауға. Түлектерді алда емтихан күтіп тұр. Бостандыққа шыққан соң басым бөлігі оқуларын жалғастырғылары келетіндерін айтады. Қателікте болды біздің кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде. Ұлан Нарынбек, Ерлан Әбжанов, Хабар, Алматыдан.